Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге самса жасайтын боламыз. Ең алдымен 400 грамм майымызды газға қойып ертіп аламыз. Ыдысымызға 300 грамм су, тұз, бір жұмыртқамызды салып, жақсылап қамырды елейтін боламыз. Қамырымызды елеп болдық. Енді жарты сағатқа июін қандырып, қамырымызды демалдыруға қойып қоямыз. Міне қамырымызды ию қанды. Енді осы қамырымызды 3 бөлікке бөлеміз. Бірінші қамырымызды алып, жұқа етіп жаямыз. Міне қамырды жайып болдық. Енді ертілген сары майымызды құйып жағып шығамыз. Екінші қамырымызды да жайып алып, бірінші қамырымыздың үстіне орналастырамыз. Үстіне майымызды жағып, үшінші қамырымызды да дәл солай қойып, май жағып, орап шығамыз. Қамырымызды орап болдық. Енді 2 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Тоңазытқыштан шығарылған қамырымызды осылай бөліктерге бөліп шығамыз. Қамырды алып, осылай дөңгелек етіп жайып аламыз. Ішіне салмасын салып, үшбұрыш етіп түйеміз. Самсаның бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, үстіне күнжетті сеуіп шығамыз. Самсаны 190 градуста қызып тұрған пеште салып, жарты сағатқа қойып пісіріп аламыз. Міне самсамыз пісіп шықты. Осылай қытырлақ болып пісіп шығады. Назарларыңызға рахмет. Сіздер де жасап көріңіздер. Сау болыңыздар.